Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз қуат деп аталады. Бүгінгі сабақта біз қуат ұғымының физикалық мағынасын түсінеміз. Сонымен қатар механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруды қолдануды үйренеміз. Енді жаңа физикалық шама қуатты қарастырмас бұрын сіздердің алдарыңызға мынандай бір сурет берілген екен. Бұл суретте адамның екі түрлі жағдайда қозғалып бара жатқандығын көруімізге болады. Бірінші суретте адам жай қозғалып бара жатыр. Екінші жағдайда сол белгілі бір биіктікке адам жүгіріп қозғалып бара жатыр. Баспалдақтардың саны бірдей және биіктік те бірдей. Бірақ екі жағдайда бізде айырмашылық бар. Бірінші жағдайда адам жай жетеді, екінші жағдайда ол екінші қабатқа ол тезірек жетеді. Сонда қарап отырсаңыздар, не өзгерді деген сұраққа жауап беру мақсатында бүгінгі физикалық шамамыз тікелей жауап береді екен. Ол бізде қуат деп аталады. Қуат дегеніміз не? Яғни бұл жұмыстың орындалу шапшаңдығын немесе тездігін сипаттайтын физикалық шама екен. Қуат скаляр шама. Белгіленуі n, немесе кейбір оқулықтарда біз P әрпімен белгілейміз. Мұндағы P дегеніміз қуат, яғни ол power деген сөзден шыққан. Өлшем бірлігі ватт, яғни жазған кезінде Вт деп жазамыз. Ал енді формуласына назар аударайық. Сонымен формуласы, егер біздің кітапта, оқулықта n деп жазылғандықтан, мен n деп алам, формуласы А бөлінген Т. Мұндағы А дегеніміз жұмыс, Т дегеніміз уақыт. Бұл формуланы бірдей. Қысқаша жазатын болсақ, формуласыз қуат дегеніміз сонда жұмыстың уақытқа қатынасына тең екен. Немесе механикалық жұмыстың уақытқа қатынасы. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, қуат осыған тең. Сонда 1 ватт дегеніміз неге тең деген кезінде біз 1 ватт 1 джоуль бөлінген секундқа тең екендігін ұмытпауымыз қажет. Естеріңізде болса, жұмыс дегеніміз горизонталь бағытта F көбейтілген S формуласына ие еді. Олай болса, осы екінші формуланы бірге апарып қоятын болса, онда бізде F көбейтілген S бөлінген T формуласы пайда болады. S бөлінген T бізде жылдамдықты береді. Олай болса, F көбейтілген V формуласы пайда болды. Осыны F көбейтілген V деп жазып, номер 3 формула деп жазамыз. Сонымен бүгінгі сабақта біз қуаттың екі формуласымен таныстық. Біріншісі N тең A бөлінген T, екіншісі N тең F көбейтілген V. Енді алдағы уақытта сіздер 9-10 сыныптарда және алдағы уақытта әртүрлі есептер шығару барысында қай формуланы қай кезде қолдану керектігін біліп жүрулеріңіз қажет деп ойлаймын. F көбейтілген V формуласын біз көбінде дене бір қалыпты қозғалғанда қолданамыз. Яғни бір қалыпты қозғалған кезінде бұл формуланы қолдануға болады екен. Ал егер дене бір қалыпсыз, немесе қарапайым тілмен айтқанда үдемелі немесе кеммелі қозғалған кезінде, онда негізгі бірінші формуланы қолданған дұрыс. Яғни N тең A бөлінген T. 7-ші сыныпта біз көбінде бір қалыпты қозғалысты қарастырғандықтан да, біз A бөлінген T, N тең F көбейтілген V формуласын есептің берілгеніне қарай қолданады екенбіз. Енді сіздерге 1 ватт қуат қалай жасалатындығын келесі бейне материалдан көрейік. Орындалатын жұмыс 1 ватт қуатқа қандай жағдайда эквивалентті болады? Секундына 1 джоуль жұмысты орындаған уақытта біз 1 ватт қуатпен жұмыс істейміз. Мысалы, біз салмағы 0,1 килограмм шоколад плиткасын бір қалыпты қозғалта отырып, секундына 1 метр биіктікке көтерген уақытта қуат 1 ватты құрайды. Біз шоколад плиткасына әсер ететін ауырлық күшін теңестіруіміз керек. Демекте 1 ватт
қуат қалай жасалады дейтін болсақ, мысалы 1 ньютон күшпен қандай да бір шоколад плиткасын жоғары қарай 1 метр қашықтыққа 1 секундта көтеретін болса, осы кезде біздің қуатымыз 1 ваттқа тең болатындығын ұмытпаймыз. Қуаттың қосымша бірліктері, яғни ваттан басқа қуаттың қосымша өлшем бірліктері бар екендігін ұмытпауымыз қажет. Біріншісі киловатт. Ол 1000 ватт немесе оның 3 дәрежесі ватт. 1 мегаватт. Ол миллион ватт немесе оның 6 дәрежесі ватт. 1 милливатт. Ол 0,1 ватт немесе оның -3 дәрежесі ватт. 1 микроватт. Ол 0,1 ватт немесе оның -6 дәрежесі ватт екен. Міне осындай қосымша бірліктерді қуаттың сіздер есеп шығару барысында қолдана алады екенсіздер. Енді біз бүгінгі сабақта орта, жеткілікті және жоғары деңгейдің есептерін шығарып көрейік. Бұл жерде тек қана қуат емес, сонымен қатар жұмыстың формулалары да қолданылады екен. Сонда бүгінгі сабақта біз жұмыстың және қуаттың формулаларын өзара біріктіре отырып қолданатын есептер шығарамыз. Біріншінде есеп. Массасы 12 килограмм 1 шелек суды тереңдігі 20 метр құдықтан 15 секунд ішінде көтеріп шығару үшін адамның өндіретін орташа қуаты қандай дейді. Берілген жазып көрейік. Массасы 12 килограмм. Тереңдік дегеніміз бізде h деп жазылады, яғни 20 метр. Құдықтан, яғни t 15 секунд. Адамның өндіретін орташа қуаты деп айтамыз, яғни ол бізге n-ді тауып алу керек. Енді қарап отырсаңыздар, халықаралық бөліктер жүйесіне ауыстыратын физикалық шама жоқ болғандықтан да бірденен шешуін жазамыз. Шешуі, яғни бұл n тең негізгі формуласына сүйенеміз. А бөлінген Т. Біздің жағдайда денені вертикаль бағытта көтеретін болғандықтан, біз алдыңғы сабақта формуласымен танысқан еді, яғни mgh бөлінген Т. Орнына апарып қоямыз. Сонда n тең 12 килограмм көбейтілген g-ді біз 10 ньютон бөлінген килограмм деп аламыз. Көбейтеміз 20 метрге, бөлеміз 15 секундқа. Сонда килограмм мен килограмм қысқарады. 12 көбейтілген 10 көбейтілген 20 бөлінген 15. Нешеге тең болады екен? Енді барлығын өзара көбейтейік. Сонда 12 килограмм көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген 20 метр бөлінген 15 секундымыз 160 ваттқа тең болады екен. Жауабы n тең 160 ватт. Келесі есебіміз. Минут сайын 1300 литр суды 24 метр биіктікке шығаратын сорғының қуатын тап дейді. Берілгені минутына дегеніміз уақытымыз 1 минут. 1300 литр ол бізде көлем. Судың тығыздығын сіздер білесіздер, яғни ол арнайы кестеден көретін болсаңыздар 1000 килограмм бөлінген метр куб. 24 метр биіктік ол h. Тауып керекпіз есептің шарты бойынша қуатты, яғни n белгісіз. Халықаралық бірліктер жүйесі бар, себебі минутты біз секундқа, литрді метр кубқа айналдыруымыз қажет. 1 минутымыз ол 60 секунд, 1300 литріміз ол метр кубқа ауыстыру үшін 1000-ға бөлеміз. Сонда 1,3 метр кубқа тең болады. Шешуі, яғни қуатты тауып алу үшін n тең a бөлінген Т. Жоғары биіктікке көтергендіктен де a-ның формуласы біздің жағдайда m көбейтілген g көбейтілген h бөлінген Т. Енді бізде масса белгісіз. Массаның білесіздер формуласын
Бұл ро көбейтілген в алдыңғы сабақтардан. Сондықтан да орын апарып қоям. Ро көбейтілген в көбейтілген g көбейтілген h бөлеміз қаншаға? Т-ға. Осыдан енді табамыз. Ро 1000 килограмм метр куб. Көбейтеміз в 1,3 метр куб. G 10 ньютон бөлінген килограмм. H 24 метр. Және бөледі екенбіз бізде 60 секундқа. Сонда бізде шығатын мән метр куб пен метр куб қысқарады. Килограмм мен килограмм қысқарады. Ньютон метр ол бізге джульді береді. Бөлеміз секундқа. Джуль бөлінген секунд бізге ватты береді. 1000 көбейтілген 1/3 көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз 24-ке, бөлеміз 60-қа. Сонда тең болады екен, N тең бізде 5200 ватт. Ватт берілді, енді осыны киловаттқа айналдырайық. Киловаттқа айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Яғни ол 5,2 киловатт болады екен. Олай болса, жауабы N тең, яғни қуатымыз 5,2 киловатт деп жазаламыз. Міне осылайша есебіміз шықты. Келесі есебіміз. Көтергіш кран 0,105 метр секунд жылдамдықпен жоғары көтереді жүкті. Егер кранның қозғалтқышының қуаты 1,5 киловатт болса, онда кран массасы қандай жүкті көтереді? Бұл бізде жеткілікті деңгейдің есебі екен. Берілген жазып көрейік. Яғни берілгені жылдамдық В болады. Сөзде қараңыздар, бір қалыпты, иә? Олай болса, бізде В 0,105 метр секунд. Қуаты N 1,5 киловатт. Тауып керек бізге кранның көтеретін жүктің массасы. Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша 1,5 киловатты ауыстырамыз. Яғни ол 1500 ваттқа тең болады екен. Шешуі, яғни бұл жағдайда N-нің формуласы бізде жоғары көтерілгенде. N тең негізгі формулаға қарастырамыз F көбейтілген V. F дегеніміз жоғары көтерілген кезінде ауырлық күшіне тең. Олай болса M көбейтілген G көбейтілген V. Осыдан сіздер массаны таба аласыздар. Массаны таба алатын болса, N бөлінген G көбейтілген V. Орын апарып қояйық. Яғни 1500 ватт бөлінген 10 ньютон бөлінген килограмм және көбейту 0,105 метр бөлінген секунд. Ал енді қараңыздар. 10-ды 0,105-ке көбейтсек, бізде шығатын сан 0,5. Ал енді ватты өлшем бірліктерін түрлендірейік. Яғни ол джоуль бөлінген секунд, немесе ньютон метр бөлінген секунд қысқарту үшін. Келесі астыңғы бөлікте 0,5 ньютон метр бөлінген килограмм көбейтілген секунд. Әрине бізде ньютон метр секунд қысқарады, килограмм жоғары көтерілгенде. Сонда 1500-ді 0,5-ке бөлсек, бізде 3000 килограмм шығады. Яғни бұл деген сөз 3 тонна деп алсақ болады. Себебі 1 тоннада 1000 килограмм бар. Олай болса, жауабы М тең 3 тоннаға тең болады екен. Міне осылайша оп-оңай есептерді шығара білдік. Келесі есебіміз. Көтергіш кран тереңдігі 9 метр көлден, массасы 3 тонна, көлемі 0,5 метр куб тасты судың бетіне дейін көтеріп шығарады. Егер кранның өндіретін қуаты 2,5 киловатт болса, тасты көтеруге кран қанша уақыт жұмсайды дейді. Яғни бізге уақытты табуымыз қажет. Берілген жазайық. Яғни берілгені массасы 3 тонна,
Көлемі 0,5 метр куб тас. Әрине сіздер білесіздер, тастың тығыздығы судың тығыздығынан үлкен болғандықтан ол батып кетеді. Демек, көтергіш күштің алдыңғы сабақта өткендегідей формуласын сіздер еске түсірулеріңіз қажет. Тау керекпіз бізге енді уақытты. Яғни массасы 3 тонна дегеніміз бұл 3000 килограмм. Халықаралық бөліктер жүйесінде 2,5 киловаттымыз ол 2500 ватт. Уақытты біз әрине қуаттың негізгі формуласынан тауып аламыз. Яғни N тең А бөлінген Т формуласы. Осыдан Т-ны табатын болсақ, Т тең А бөлінген N формуласына ие болады. Ал енді сіздерде А-ны тауып алшы біз не істейміз? Биіктік бізде 9 метр екен, жазайын мына бөлікте. А-ны тауып алшы біз көтергіш күшті көбейтеді екенбіз H-қа, немесе FH бөлінген N. Енді F көтеріш күшті еске түсірейік. Естеріңізде болса, тасты судың түбінен көтерген кезінде оның формуласы mg минус F Архимед күші. Себебі тастың тығыздығы судың тығыздығынан үлкен екен. Олай болса, орнына апарып қоятын болса, mg мына Архимед күшінің формуласы ρ сұйық көбейтілген g көбейтілген v. Апарып қойып, сонда mg минус ρ сұйық g v жақшаның сыртында h бөлінген n. G-ді да жақшаның сыртына шығар жіберуге болады екен. Олай болса, G-ді жақшаның сыртына шығарса, h екеуі бірге болсын. M жақшаның ішінде ρ сұйық көбейту v бөлінген төменгі бөлікте n. Орын апарып қояр. Яғни 10 ньютон бөлінген килограмм. H-ымыз бізде 9 метр. Жақшаның ішінде 3000 килограмм. Азайтылған ρ сұйық судың тығыздығы бізде 1000 килограмм метр куб. Бағана бізде бұндай есептер кездескен, сондықтан да мен жазбадым. Көлемі 0,5 метр куб. Жақшаны жабамыз, бөлеміз 2500 ваттқа. Енді қарап отырсаңыздар, метр куб пен метр куб қысқарады. 10-ды 9-ға көбейтсек бізде 90 ньютон көбейтілген метр бөлінген килограмм. Жақшаның ішінде 1000-ды 0,5-ке көбейтсек 500, 3000-нан 500-ді алсақ 2500 килограмм бөлінген 2500 ватт. 2500 бен 2500 қысқарады, килограмм мен килограмм қысқарады. Келесі ньютон көбейтілген метр бұл бізге джульді береді. Сонда 90 джуль бөлінген ватт бұл бізге секундты береді. Сонда 90 секундқа тең болады. Жауабымыз, яғни мына бөлікке жазайын, төменгі бөлікке симағандықтан, жауабымыз бізде уақыт Т тең 90 секунд. Тасты көтеруге осынша уақыт жұмсайды екенбіз. Немесе басқаша айтқанда 1 минут 30 секунд, немесе 1,5 минут екен. Міне бүгінгі сабақта біз сіздермен жеткілікті және жоғары орта деңгейдің есептерін шығарып көрдік. Бұл сіздерге берілген есебіміз жоғары деңгейдің есебі еді. Алдағы уақытта сіздер есептерді оңай шығаратындарыңызға сенімдімін. Сабақтың соңында сіздерге рефлексия жасауды ұсынамын. Яғни бүгінгі сабақ бойынша көңіл күйлеріңіз қаншалықты екендігін анықтап жазып жіберсеңіздер комментарийға немесе WhatsApp желісіне. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз жоқ болса, сау болыңыздар.